Өліге сұмдық ақпарат тарады. Барша хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк демелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Мешітте имам тұрған Петропавлдық ер адам қамауға алынды. Сотта 2024 жылы 15 сәуірде сағат 15:00 шамасында Петропавл қаласындағы облыстық Қызылжар мешітінде азамат көп адамның көзінше жанжал шығарып, азаматтарға дөрекілік танытып, ақыры имамды бетінен жұдырықпен 2 рет ұрғаны анықталды. Ол осы арқылы ұрсақ бұзақылық жасап, өзгелерге сыйламаушылық танытып, қоғамдық тәртіпті және жеке адамдардың тыныштығын бұзатын әрекеттер жасады деп танылды. Сот шешімімен сотталушы Қазақстан Республикасы АХК ТНК-нің 434 бабының 1 бөлімі бойынша 15 тәулікке қамаққа алу түріндегі әкімшілік жазаға тартылды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.